Ақша есепті жақсы көреді. Ақша тыныштықты жақсы көреді. Ақша ақшаны қимайды, дәнді жинайды деп халық даналығы бекер айтпаса керек. Осылайша, болашаққа деген сенімділік пен тұрақтылықты алға қарай өркендеуді анықтаған. Қазақстан халқына ежелден таныс бұл банк ақшаның құнын бағалаумен қатар, оны қоғамға қызмет ететіндей етіп қалай көбейту керек екенін жақсы біледі. Кезінде бұл халыққа танымал жинақ кассалары болды. Уақыт өте келе банк дәрежесіне өтті. 1994 жылдан бері халық банк деп аталады. Қазақстандағы жүйе қалыптастырушы ең әрі және сан салалы жетекші банк. Банктың тарихы еліміздің құлдырау, өсу, өркендеу, қалыптасу тарихымен тығыз байланысты. Халық банктың 100 жылдығы бұл халықпен бірге өткен жол. Бұл біздің банк ДНК-да бар нәрсе. Халық халықтың жанында. Халық банк халықпен бірге. Және біздің бұл миссиямыз өзіміз үшін өте маңызды. Біз белгілі бір әлеуметтік рөл атқарамыз. Халық банк өз тарихында бұны атқарып келген. Және біз оны жалғастырамыз. Өз тарихында халық банк дамып жетілуде, жаңа жүйе қалыптастыруда, халыққа қызмет көрсетудің оңтайлы жолын енгізуде өте үлкен жолдан өтті. Сондықтан да ол өте танымал болды. Внедрению новых продуктов, оказанию новых услуг населению, и благодаря этому пользовался очень большой популярностью. 20 ғасырдың басы ауыр сынақ кезеңі болды. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыс, 1917 жылғы төңкеріс, азаматтық соғыс, әскери коммунизм, азық-түлік тапшылығы, бай манаптардың мүлкін тәркілеу. 1922 жылы КСРО құрылды. Оның құрамына Қазақстан да кірді. Ел экономикалық және саяси құрсауда болды. Ешкімде қолдап, дипломатиялық қарым-қатынас жасауға ұмтылған жоқ. Ешкім сыртқы қарыз нарығын ашқысы келмеді. Сондықтан, әрине, ішкі қаржы көздерін іздеу керек еді. Осы жағдайда, жинақ кассаларын ашу туралы шешім қабылдау, менің ойымша, өте орынды болды. Қаржы халық комиссариатының бұйрығы 1923 жылдың қаңтар айында шықты. Тап сол 23 жылы әскери коммунизмнің дәуірі аяқталды. Бұл саясаттың болашағы жоқ екеніне большевиктердің көзі жетті. Жаңа экономикалық саясатқа ЖЭС көшу туралы шешім қабылданды. ЖЭС-тің негізінде жекеменшіктік пайда табуға ұмтылыс бар еді. 1922-24 жылдары КСРО-да ақша реформасы жүрді. Ол рубльді нығайтты. Адамдар ақшаларын жинақ кассаларына сала бастады. Жинақ жүйесі құрылды, және адамдарды ақшасын жинауға ынталандыру басталды. Жиналған ақшаға үстеме пайыз қосылатын мемлекеттік құнды қағаздар, яғни облигациялар алуға болатын еді. Адамдар енді ақшаны жұмсағаннан гөрі үнемдеуге ынталанды. Қазақстанда алғашқы жинақ кассасы 1923 жылдың тамыз айында Ақтөбе қаласында ашылды. Осы жылдан халық банкінің тарихы басталады. 1925 жылы Қазақстанда 152 жинақ кассасы жұмыс істеді. Ал 2 жылдан соң Алматыда мемлекеттік еңбек жинақ кассасының аймақтық кеңсесі ашылды. Ол 28 жылы Қазақ Республикалық жинақ кассасы болып қайта құрылды. Ол кезде жинақ кассалары зейнеткерлерге зейнетақыларын беретін, пайыздық қағаздар және мемлекеттік займдар мен операциялар жүргізетін, кәсіподақ ұйымдарына қызмет көрсететін, коммуналдық төлемдер қабылдап, салымшылар құпиясын сақтауды заңдастыруға ұмтылды. Бұл халықты ақшаны үнемдеуге үйреткен алғашқы жүйелеу принципі еді. Осы ақша массасын жинақтау кейін тек мемлекет арқылы ғана емес, жекеменшік ақшаны жинау арқылы да іске асты. Және соның нәтижесінде экономиканы көтеруге, өндірістік саясатты қаржыландыруға көмектесті.
Мемлекеттік займдар шығаруға аса көңіл бөлінді. Бұл елді индустриализациялау бағытында қажет еді. 1927 жылы 200 миллион сомға алғашқы 10 жылдық зайым шықты. Шаруаларға арнайы мақсатты займдар ұсынылды. Өндірістік тауарларға арналған жинақ жүйелері пайда болды. Был выпущен в 1927 году. Для крестьян предлагались специальные целевые займы. Появилась и система целевых накоплений на промышленные товары. И уже к Кеңес өкіметінің 10 жылдық мерейтойы қарсаңында Қазақстан бойынша 1000-ға жуық жинақ кассасы бар еді. Бұл халық қаражатын жұмылдырудың жалғыз мүмкіндігі болды. возможность для мобилизации средств населения. 30-шы жылдардың басы Қазақстан үшін өз тарихында ең ауыр кезең болды. Байлардың малы тәркіленгеннен кейін соңы ашаршылыққа ұласты. Екі-үш миллиондай адамның өмірін жалмаған ұлы жұт басталды. Халықтың мал мүлкін бір жерге шоғырландырып, көп жағдайда еріксіз жинау жалғаса берді. 30-шы жылдардан бастап 80-ші жылғы қайта құру кезеңіне дейін кеңестік экономика қатаң орталықтандыру жүйесінде болды. Және халық қаражатын пайдалануды орталықтандыру. Бұл баламасыз нәрсе еді. Средств населения, они являлись безальтернативной. В 1932 жылы республикалық жинақ кассалар және Қазақ АССР мемлекеттік несие басқармасы құрылды. 3 жылдан соң республика азаматтарының есеп шотында 20 миллион 300 мыңдай ақша болды. Мемлекеттік зайымдарды сату нәтижесі 360 миллион сомға жуықты құрады. 1936 жылы республика Қазақ КСР мәртебесін алады. Мемлекеттік еңбек жинақ кассасы жүйесінде қайта құрылымдау және реформалау жүрді. Халықтың салымы мен мемлекеттік займдар республика экономикасын көтеруге көмектесті. Өнеркәсіп үлесі 60% құрады. Қазақстан металлургия орталығына айналды. Көмір, мұнай өндірді. Ауыл шаруашылығы өнімдерін шығарды. Қалалар мен ауылдар саны артты. Ғылым мен мәдениет дамыды. развивается наука и культура. Бірақ 1941 жылдың 22 маусымында бейбіт өмірдің қалыпты тірлігі тоқтады. Жұрт бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін ұранымен өмір сүрді. Ұлы отан соғысы басталғасын, екінші күні мемлекет соғысқа дейінгі салымдардан түскен қаражаттың кетуіне қарсы шаралар қолданды. Енді азаматтар өз шотынан тек 200 сом ала алады. Түсім азайды, бірақ жинақ кассалары айналымда негізгі салымды ұстап қалып, жаңаларын іздеуге мәжбүр болды. Соғыс жылдарында Қазақстанға ондаған зауыттар мен фабрикалар көшіріліп, мәдениет, ғылым кеңселері әкелінді. Республика әскери өнеркәсіп орталығына айналды. Жауды жеңу үшін көп қаржы ресурстары қажет еді. Қаржыгерлердің есептеуі бойынша, Ұлы отан соғысының бір күні мемлекетке 3,16 миллион сомға түсті. Бұл қыруар ақша еді. Бір 1943 жылдың ақпанына қарай қазақстандықтар қорғаныс қорына 420 миллион сомнан астам үлес қосты. Бұл ақшаға 210 танк, 49 самолет құрастырылып, Қазақстан колхозшысы танк колоннасы және кеңестік Қазақстан авиа эскадрильясы болып тарихқа енді.
Еліміздің көптеген белгілі адамдары қорғаныс қорына ақша аударуға атсалысты. Айта кетсем, біздің атақты палуанымыз Қажымұқан Мұңайтпасұлы, Паша Ангелина және басқа да ондаған кісілер қорғаныс қорына ақша аударған. Жинақ бұл халықтың ақшасын ұстау. Жинақ бұл халықтың ақшасын ұстау. Кейіннен облигациялар пайда болды. Ай сайын біреулерге 30 түскен таблицалар шығатын. Бұл тек облигациялар нөмірі ғана еді. Ал ақшаның өзі қозғалмайтын. Соғыстан кейінгі ауыртпашылықты шешуге мемлекет ақша үнемдегені белгілі. Ол сондықтан да займ аталды. Яғни мемлекет халықтан қарыз алды. Бірақ оны халық уақытша пайдалана алмайтын. Соғыс салған сүргінді қалыпқа келтіру бағасы осылай еді. Соғыстан кейінгі қалпына келтіру жұмыстары, өнеркәсіптің дамуы, тың жерлерді игеру көптеген қаражатты қажет етті. 1957 жылы 20 жылдық мерзіммен 9 мемлекеттік займ шығарылды. 1959 жылы ақшаны жинақ кассасында сақтаңыздар деген кеңестік жарнама слоганы пайда болды. 1960 жылға таман Қазақстанда 2805 жинақ кассасы болса, салымшылар саны 1.770.000, салынған ақша 320 миллион сомнан асты. 1961 жылы кезекті ақша реформасы жүргізілді. Көп уақыт өтпей, мемлекеттік еңбек жинақ кассалары КСРО мемлекеттік банк қарамағына өтіп, қызмет көрсету аясы кеңейеді. Олар коммуналдық төлемдер, сақтандыру және салық төлемдерін қабылдай бастайды. Сонымен қатар жалақыны да бере бастайды. Жинақ кассалары біртіндеп банк мәртебесіне ие болады. 75 жылы жинақ кассаларының қызметін ұлғайту туралы қаулы қабылданады. Бұл көптеген кәсіпорындарға, әсіресе ірі кәсіпорындарға жалақыны жинақ кассалары арқылы беруге көшуге кеңес береді. Әркімнің өз жинақ кітапшасы болды. Жалақы соған түсіп тұратын. 1982 жылы Қазақстанда 4,5 мыңға жуық жинақ кассалары жұмыс істеді. Жинақ кассалар жүйесін автоматтандыру басталды. Енді республика бойынша бұл жүйеге 9,5 мың техника қызмет көрсетті. Клиенттер саны 6 миллион адамды құрады. Салым қалдықтары 6 миллиард сомнан асты. Ол ақшалар халық шаруашылығын несиелеуге берілді. 1984 жылы жинақ кассалар қызметіне тәуелсіздік беретін шаруашылық есеп принциптері енгізілді. Совет министров республики вынес постановление о выпуске второй денежно-вещевой лотереи. Сол кезде заттай ақшалай, жастар лотереялары, сонымен қатар ДАСАФ және басқа да лотереялар сұраныста болды. Мысалы, 1983-1991 жылдар аралығында Қазақстанда жылына 10 миллион сомға заттай ақшалай лотерея ойнатылды. Атысты ақшалай немесе автомашина мен тұрмыстық техника түрінде ала алатын еді. Спринт сатқанымыз есімде. Спринт деген ол лотерея. Бір әйел 10 мың сом ұтып алғанын білемін. Біз ол ұтысты Мәскеуге тексеруге жібердік. Ол кезде Кеңес одағы еді. Біраз уақыт өткен соң ғана ол ақша депозитке түсті. Мынадай сұр кітапшалар. Банктың жинақ кітапшалары болды. Қанша салынғаны, қанша қалғаны туралы қолдан жазылатын. Касса қызметкері осының бәрін қолмен жүргізетін. Ақша айналымы түбіртектермен бірге жүрді. Қазір көпшілікке түсінуі қиын әрине, бірақ өте қарапайым тәсіл болатын. Жинақ кассасындағы сіздің орныңыз карточкаңыз тұрған жерде. Жинақ кассаларының бөлімшелеріне белгілі талаптар қойылды. Яғни кірер есік, жылжымалы темір есіктер болды. Бір кассирдің стөлінде 30-шы жылдардағы тапанша жататын. Шабуыл болған кезде біздің әйелдер сол тапаншаны қолданған кезде болған. 1991 жылдың 26 желтоқсанынан КСРО жойылды. Одақтас республикалар егемендік алып, екі деңгейлі банк жүйесі бар
нарықтық экономикаға көше бастады. КСРО құрамындағы Қазақ Республикалық Жинақ банкі 1987 жылы құрылған. Ол кезде жинақ кассалардағы халық салымының қалдығы 8 миллиард сомнан асатын. 8 миллиардов рублей. Мемлекеттік банк пен өнеркәсіптік құрылыс банкін қайта құру нәтижесінде екінші деңгейдегі банктер пайда болды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, ауыл шаруашылық өнімдері банкі, жинақ банкі және тағы басқалары. Бұл тарихтың бір бөлігі. Тарихтың екінші бөлігі Қазақстанның тәуелсіздік алған кезеңінде коммерциялық дейтін банктердің пайда болуымен басталады. 94 жылы Қазақстанда 186 коммерциялық банк болды. Бұл өте көп еді. Банктер кез келген аудандарда, ірі кәсіпорындарда, қоғамдық ұйымдарда да ашыла берді. 1992 жылы Қазақстан Кеңес Республикасының Жинақ банкі Қазақстан Республикасының Жинақ банкі болып құрылды. Одақтық экономикалық байланыстар үзілгеннен кейін бір кездері табысты қаржы институты енді қиын кезеңдерге тап болды. Бұған 91 жылғы оқиғада әсер етті. Бұрынғы Кеңес одағының банктері жабылған кезде, олардың арасындағы корреспонденттік шоттар, Қазақ КСР Жинақ банкі жинаған негізгі қаражаттың барлығы Мәскеуде қалды. Біз девальвацияны да, теңгенің құнсыздануын да ұмытқан жоқпыз. Ол бағаның ондаған есе өсуіне әкелді. Бірақ осы жағдайда да сәтті кезеңдер болды. Ол біріншіден бір деңгейде тұрақтап қалу, және екіншіден болашақ банк институтының даму бағытын анықтауға қол жеткізу болды. Тек мықты банктер қалды. Яғни мықты дегенде бастапқы капиталы бар, белгілі басқару жүйесі бар банктер ғана. Халықтық жинақ банкінің мықтылығы сол. Ол біріншіден кезінде жинақ банкінің мұрагері ретінде барлық салада болды. Бұл үлкен физикалық жүйе еді. Бұл жетістіктерді оңтайлы пайдалану керек болды. Сол кезде ғана батыл және тәуекелді шешімдер қабылданады. Бірінші кезекте қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету қажет болды. Мен банкке келген бірінші күні Халық банкі бас кеңсесінің корреспонденттік шотында 5 миллион теңге болды. Облыстың, филиалдардың, бөлімшелердің балансын зерттеген кезде кассаларда үлкен көлемде ақша бар екені белгілі болды. Сол кезде мен ақшаны жоғары қарай жылжытуға нұсқау бердім. Облыстық филиалдарда Ұлттық банкке қолма-қол ақшамен берілді. Ұлттық банк біздің орталық кеңсеге қолма-қол ақшасыз аударды. Қысқа мерзім ішінде, яғни 1,5 ай көлемінде біздің қор шотта 700 миллион теңге болды. Зейнолла Кәкімжанов, менің ойымша, кеңестік жүйеден нарықтық жүйеге секірген төңкеріс жасады. Алғашқы карточкалар пайда болды. Қолма-қол ақшадан қолма-қол емес ақша жүйесіне өту жүріп жатты. Жүйені автоматтандыру, банкоматтар сатып алу тағы басқасы сол кезде басталып еді. Назар аударатын нәрсе, 1992 жылы ертіс карт магниттік жолағы бар есеп карточкалары Павлодар облысында бүгінгі Халық банк директорлар кеңесінің төрағасы Александр Павловтың бастамасымен шықты. Бұл Қазақстандағы алғашқы карточкалық жобаның бастауы еді. Сол уақытта Александр Павлов аймақ әкімшілігі басшысының орынбасары қызметін атқарды. Ертіс карт қолма-қол ақша тапшылығы кезінде, ол кезде әлі рубль бар еді. Тұрғындарға жалақыны уақытылы алып, дұрыс өмір сүруге мүмкіндік берді. Ол кезде өз валютасы бар көптеген кәсіпорындар бар еді, және оны пайдалану мүмкіндіктері болды. Осы технологияны іске асыруға көмектескен Американың TTI фирмасымен біз келісім шарт жасастық. Біз барлық облыстарға бірнеше төлем терминалдарын орналастырдық. Бұл жүйеде Халық банкі негізгі оператор болды. 1993 жыл 15 қарашада Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге айналымға шықты. Бұл оқиға дербес экономикалық дамудың бастауы еді. 1994 жылдың 20 қаңтарында Қазақстан Республикасының Халық банкі мемлекеттік тіркеуден өтеді. Жылдың ортасына таман бірқатар коммерциялық банктер ішінара жекешелендірілді. Бірақ уақыт
басқа тәсілді қажет етті. Мен халық банкіне қызметке келген уақытта банкті мемлекетке қайтару туралы мәселе қозғалды. Себебі банкке жақсы мемлекеттік қолдау керек еді. Сонда үкімет халық банкіне акцияларды қайтаруды талап етті. Сонымен менің келуіммен деприватизация акті басталып, халық банкі 100% мемлекет қарамағына өтті. Республикада қаржы министрінің қызметін атқарған Александр Павлов 1990 жылдары коммерциялық банктер құру процесі әлі реттелмеген еді деп еске алады. Олардың жауапкершілігі туралы заңда анық жазылған еді. Нәтижесінде бірінен соң бірі туралай бастады. Салымшылар зардап шекті. Тек 95 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі туралы заңы және Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі туралы заң қабылданған соң ғана бұл жүйені реттестіре бастадық. Қазіргі таңда ұлттық банк пен екінші деңгейдегі банктер арасында екі жақтай жүйе ұсынылған. Ол елімізде 21. Халық банкі 1995 жылды табысты аяқтады. Салымшыларға үстеме сыйақылар аударылды. Бұл қаржы институтына деген сенімді арттырды. Біз мысалы өзіміздің жеке алым есептесу картамыздың болашақ дамуының негізін қалап қойдық. Сол кездің өзінде электронды чип, яғни электронды әмиян концепциясы пайда болған. Банк теледидардан имидждік бағдарламалар жібере бастайды. Компьютерлер, банкоматтар сатып алады. Жаңа технология енгізеді. 1996 жылы халық банк халықаралық MasterCard төлем жүйесімен алғашқы карточка шығарады. Сонымен қатар ол жалпы ұлттық әлеуметтік мәселелермен, зейнеткерлер шотына зейнетақы аударумен, коммуналдық төлемдер жүйесін құрумен айналысады. Ол кезде банк республикадағы ең ірі операциялық банкке айналды. Міндеттің ұлттық масштабта екенін біз жақсы түсіндік. Мысалы, зейнетақыны жеткізу, еңбек ақыны жеткізу сияқты. Коммуналдық төлем жүйесін тек халық банк аясына енгізуге болатын. Коммерциялық банктердің корпоративті секторларына жағдай жасау үшін біз өз банкіміздің корпоративтік бөлімінде өсу қарқынын әдейі тежедік. 97 жылы өте күрделі әлемдік дағдарыс басталды. Сол кезде біздің көптеген банктер қиын жағдайға тап болды. Ал халық банкі банкаралық несие нарығында басқа банктерге өте жақсы қолдау көрсетті. Ұлттық банкпен бірлесе отырып, қайта құрылымдау саясатын асықпай, сауатты жүргізді. 1997 жылы халық банкін жекешелендіру туралы бағдарлама дайындалды. Народный банк, пожалуй, первый банк в стране, в приватизации которого может принять участие любой простой казахстанец. Единственное условие – иметь вклад на его счету 1 июля 1997 года. Стоимость акций 100 тенге. Акции будут продаваться на аукционе и выиграет тот, кто предложит... Бір жылдан соң ашық акционерлік қоғам болып қайта құрылып, Қазақстандық қор биржасына шықты. 21 ғасыр басында халық банкі Пекин мен Лондонда өз өкілдіктерін ашып, халықаралық рейтингке ие болды. Банк қазақстандық компанияларға белсенді түрде несие беріп отырды. Қазақстанға алғаш рет интернет-банкинг енгізілді. 2000 жылы халық банкі 50% мемлекетке тиесілі болды, және негізгі міндет жекешелендіру қалды. Халық банкін жекешелендіру бірнеше кезеңнен өтті. Қаржының бір бөлігі банктың өзін капитализациялауға кетсе, екінші бөлігі ел бюджетіне салынды. Осы жылдары банкті бұрынғы вице-министр Әнуар Сәйденов басқарды. Кейіннен ол еліміздің ұлттық банкінің төрағасы болды. Ашық тендер өтті. Қатысушылар көп болды. Белгілі бір талап бар еді. Алғашқы жарна, тағы басқалары халықаралық стандартқа сәйкес болды. Сондықтан да жекешелендіру дұрыс та ашық өтті деп ойлаймын. 2001 жылы жекешелендіру жұмысы аяқталды. Банктың ішкі жүйесін қайта құрылымдау және ақпараттандыру басталды. Бірақ банк өзінің зейнетақы, жәрдемақы беру, коммуналдық төлемдерді қабылдау, еңбек ақы беру сияқты әлеуметтік бағытын ұстап қалды. Тарихи міндетіне адал болды. Жекешелендіру кезінде Қазақстан үкіметі осы жұмысты атқару халық банкі құзырында сақталуын міндеттеді.
2002 жылдың маусым айында Халық банк активі 1 миллиард доллардан астам еді. Ал төлем карточкалар саны миллионнан асты. Виза, Мастеркард, жергілікті алтын карточкалары шықты. Сонымен қатар, American Express карточкасын таратуға құзырлы болды. Банк коммерциялық болғандықтан ребрендинг жүргізді. Бұдан былай ол Халық банк деп аталды. Moody's халықаралық агенттігінің жоғары рейтингіне ие болған қаржы институты Қазақстандағы ең үздік екінші деңгейдегі банк болды. Кез келген коммерциялық сектордың жеке капиталы болуы керек. Өйткені жеке капитал өте тиімді. Ол клиенттің сұранымын дұрыс шешіп, және одан пайда табуға ұмтылады. Мемлекеттің рөлі не дегенмен инфрақұрылымдық, стратегиялық қой. У государства еще раз роль, она все-таки такая инфраструктурная. Мемлекеттіктен коммерциялық рельске өту оңай шаруа болмады. Менеджментті қайта құрылымдау, бизнесті сегменттеу және барлық банктік процестерді оңтайландыру керек еді. Реформалар 2002 жылы басталды. Бірақ соңғы жылдары өте белсенді өтті. Уақыт жаңа тәсілдермен шешу әрекеттерді талап етті. Басты орынға банктың тиімділігі мен кірістілігі қойылды. Банктың барлық бағытында басқарма құрамына енген бірінші басшы болды. Және бэк-офис құрылды. Мен клиенттермен жұмыс істейтін несие кеңселерін аналитиктерден бөлдім. Сәйкесінше бэк-офисте аналитикалық орталық құрылды. Ол жерде салалар бойынша аналитикалық топтар мамандандырылды. Олар клиентті көрмейді, түскен ақпаратпен жұмыс істейді. Клиенттермен тікелей кездеспес үшін өтінішті несиелік офицерлерге берді. Эмоционалды тұлғалық байланыс болмағандықтан бұл өте тиімді. 2004 жылы тәжірибелі мемлекеттік қызметкер, бұрынғы қаржы министрі және бірінші вице-премьер Александр Павлов директорлар кеңесінің төрағасы болды. 2004 жылы Халық банкі өзінің көп жылдық тарихына қарамастан өкінішке орай активтері, капиталы және басқа да көрсеткіштері бойынша 5-6 позицияда болды. Біздің алдымызда бір ғана мақсат тұрды. Ол банкты Қазақстанда нөмірі 1 ету, және біз сол мақсатымызға қол жеткіздік. 2004 жылы Әсия Сырғабекова басқарған басқарма құрамына Үміт Шаяхметова, Марат Сатубалдин, Марат Заиров, сонымен қатар 2006 жылы 35 жасында марқұм болған Қожахан Әбенов кірді. Бұл және басқа да қаржыгерлерді Халық банк тарихындағы жаңа толқын деп атауға әбден болады. Олар банктың ішкі және сыртқы нарықта мағым болу үшін тың да мықты идеялар әкелді. Банк кірісі өзі беретін өнім көлеміне, сонымен қатар заңды және жеке тұлғалардың тұтыну санына байланысты болады. Біз нарықта жоқ жаңа өнімдерді беру үшін көп жұмыс атқардық. 2004 жылы біраз жұмыстар жүргізілді. Алғаш рет Қазақстанда электронды кезек іске асты. Халық банк алғашқы евробондтар шығарды. Банкомат арқылы карт-ту-карт жүйесі енгізілді. Ресейде еншілес банк ашылды. Сенімді клиенттер саны артты. Біздің Халық банкімен ынтымақтастығымыз 2004 жылы басталды. Алматы Мега сауда ойын-сауық орталығының құрылысын бастаған кезіміз болатын. 2004 жылдан бастап 23 жылға дейін барлық ірі жобаларды 7 сауда ойын-сауық орталығын қаржыландырып келеді. Немесе біздің ірі индустриалды жобамыз Hyundai жеңіл автокөлігін шығаратын Hyundai Транс Қазақстан зауытымызды айтамыз. Осы тұста Халық банкі тағы да бізге көмектесіп, ақша бергендіктен біз зауытты қысқа мерзімде салып бітірдік. Біз біраз жылдан бері біргеміз. Біріккен жоба цифровизация туралы айтатын болсақ, 5 немесе 3 жыл бұрын біз несие брокерін алғашқы болып енгіздік. Жұмыла еткен еңбектің арқасында логистика саласында озық шықтық. Былтыр бірігіп Прометеус мектебін салдық.
доступную школу. Архимед мектебінің базасында физика-техникалық бағыттағы қолжетімді мектеп ашудамыз. Направление физико-техническое. Страсбург пен біріккен көп салалы 200 керуеттік аурухананың құрылыс жобасын қорғадық. На 200 коек, это многофункциональная больница вместе со Страсбургом. Халық банкінің жобаларымыздың қолдауына өте ризамыз. Бұл жобалардың тиімділігін айтатын болсақ, тек 2022 жылы ғана біздің компаниялар тобы 40 миллиард теңге салық төлейді. Наша компания заплатила порядка 40 миллиардов тенге налогов. Как сказал Григорий Марченко, независимо от должности банковского работника, от них он требует профессионализма и уважения к главному закону рынка, который гласит: клиент всегда прав. Клиентам даст полную уверенность не только в завтрашнем дне, но и на предстоящее как минимум десятилетие. И с нашей точки зрения вот это самая главная задача. 2005 жылы Халық банкін бұрын ұлттық банк төрағасы, бірінші вице-премьер қызметін атқарған Григорий Марченко басқарды. Ол тұста Қазақстан Халық банкі акционерлік қоғамының ұзақ мерзімді даму стратегиясы жасалды. Мобильді банкинг жүйесі енгізілді. Халық банк Қытайдың China UnionPay компаниясымен келісім шарт жасасып, 2006 жылдың желтоқсанында қазақстандық банктердің ішінен алғаш болып 748 миллион доллар тартылған Лондон қор биржасында IPO өткізеді. Григорий Марченконың айтуынша, IPO идеясын алғашында 2005 жылы Қожахан Әбенов ұсынған еді. Биржадан түскен қаражат дамуға жұмсалды. Осылайша Халық банк халықаралық нарықта мойындалды. 2008 жылы әлемдік қаржы дағдарысы басталды. Үкімет еліміздегі ірі банктерді қолдауға шешім қабылдайды. Бірақ Халық банк мемлекеттік көмектен бас тартады. Ол кезде басқарма төрағасы Григорий Александрович Марченко еді. Ол тіптен Халық банк мемлекеттік қолдауға мұқтаж емес деген ресми хатқа қол қояды. Бізге өз капиталымыз жеткілікті болатын. Несие портфеліміз сапалы әрі қолжетімді. Сыртта қарызымыз жоқ. Сондықтан бұл дағдарыстан банк сүрінбей шығатын еді. Бірақ бізге жоқ деп мемлекет кірікті. Бар жоғы 1,5 жылда бұл ақшаны қайтардық. Мемлекет көмекке берген ақшаны қайтарған жалғыз банк біз болдық. Біз оны 15,5% пайдамен қайтардық. Яғни мемлекет бұл істе пайда тапты. Біз әр уақытта мемлекеттік көмектен бас тартатынбыз. 2008 жылы сәуір айында тап әлемдік дағдарыс күйіп тұрған кезеңде 500 миллион долларлық евро облигацияны Лондонның қор биржасына орналастыруы банктың тұрақты даму үстінде болғанының дәлелі болса керек. 2009 жылы қазақстандық қана емес, әлемдік экономикада қиындық туған кезде Халық банк басқарма төрайымы болып Үміт Шаяхметова тағайындалады. Біз Казком немесе БТА банктеріне қарағанда 2 есе кіші едік. Яғни біздің арамызда актив көлемі жағынан айырмашылық үлкен болды. Бұл екі банк көшбасшы еді. Осы тұста жұмысты дұрыс ұйымдастырудың, тәуекелшіліктің маңызы зор еді. Өкінішке орай ол екі банк дағдарыс кезеңін көтере алмады. Халық өзінің сенімді банк екенін, ұстаған бағытының дұрыс екенін дәлелдей алды. Иә, кейде бізді консервативті деп сынайды. Мүмкін қысқа қашықтықта ұтылып жататын кезіміз бар шығар. Бірақ ұзақ қашықтықта біз әрдайым тұстамыз. Бірінші кезекте біз әрдайым салымшыларды ойлаймыз. Кез келген жағдайда банк ақшаны қайтара алатындай мүмкіндікте болу керек. Сондықтан да болар, дағдарыс кезінде депозиттер Халық банкіне ағылды. Ол өзінің өтімділігін сақтап қалуымен қатар сыртқы қарыздарын жоя алды. Алдымен 700 миллион долларды құрайтын синдикатталған несиеден, ал 2009 жылдың 7 қазанында 200 миллион долларлық 5 жылдық халықаралық облигацияларынан құтылды. 2011 жылдың мамыр айында банк нарыққа смартфонға арналған мобильдік қосымша ұсынды. 2012 жылы Халық банк әлемдік банктер арасында 255 орынды иеленіп, үздік 550-дікке кірді. Яғни, дәл ортасынан орын алды. Сол жылдың желтоқсан айында China UnionPay құрамына енді. Дегенмен, Қазақстанның банк саласында жағдай күрделеді. Екі ірі банк әлемдік дағдарысты көтере алмады, және олардың нарықта қалуы туралы сұрақ туындады. Шынын айтқанда, елде әлеуметтік толқыныс болу қаупі болды. Сол уақытта мемлекет Халық банкінен көмек сұрады.
2013 жылы бізге үкіметтен бірінші рет БТА банкін сатып алу туралы ұсыныс түсті. Ол жақта үлкен шығын, теріс капиталдың бар екенін көрдік. Шығын көлемі $1,5 миллиард асатын. Банк нөлдік деңгейге жету үшін мемлекет ақша құю керек еді. Бір инвестор сатып алып, Казкоммен бірікті. Сол кезде біріккен Казком мен БТАны тағы бізге ұсынды. Проблемалы несиелердің көлемі, капитал жетіспеушілігі енді басқа цифрларды көрсетті. Ол өте көп еді. Біз тағы да due diligence процесін жүргіздік. Сырттан Deutsche Bank және JP Morgan инвестициялық банкінің заңгерлерін, аудиторларын жалдадық. Өйткені біз танымал компаниямыз. Әр басқан қадамымызға Лондонда есеп береміз. 2018 жылдың 30 шілдесінде Казкоммерцбанк Халық банкіне қосылды. Алдыңғы екі банктың қатесі, банкты басқарған акционерлер салымшылардың қалтасына қол салып, олардың ақшаларын өз жобаларына құйған. Бұл тұрғыда Халық банкін әр уақытта жалдамалы менеджерлер басқарады. Бұл да корпоративтік басқару жүйесінің дұрыс принципі болар. Халықтың басқа қаржы институттарынан айырмасы неде? Бұл менеджмент пен акционерлердің бөлек болуы. Акционерлер ешқашанда бізге кімге қанша пайыздық мөлшерде, қандай шарттармен несие береміз, қандай өнімдер енгізуіміз керек деген нұсқаулар беріп көрген емес. Бүгінгі күнде Қазақстан экономикасын Халық банксыз елестетіп көру мүмкін емес. Ол $30 миллиард активі бар елдегі жүйе қалыптастырушы жетекші банк. Заң бойынша бұл банк жүйе қалыптастырушы болса, қаржы бақылау агенттігінің бақылауынша нарықта 15% үлесі бар банк. Оның 14 еншілес компаниясы және әрі қайырымдылық серіктесі Халық қоры бар. Банк Қырғызстан, Өзбекстан және Грузияда бар. Ресей мен Тәжікстанда дамыды. Сонымен қатар CITIC China Corporation мен бірлескен алтын банк құрылды. Бүгін банк секторының 50%-ын, яғни экономиканың реалды секторын қаржыландырудамыз. Яғни барлық заңды тұлғалар, ауыл шаруашылығы, өндіріс, мектеп құрылысы, үлкен зауыттар құрылысы және тағы басқалары. Халық банкінің жаңа тарихы. Бұл оның қайырымдылық іс-шараларының да тарихы. Бұл жерде басты әлеуметтік міндет халық пен елге қызмет көрсету екенін әрдайым ұмытпайды. Банк 2006 және 2011 жылы жаңа өзендіктерге көмектесті. Пандемия кезінде дәрігерлер мен ауруханаларға барлық керек жарақтармен қамтамасыз етіп көмектесті. Азаматтарға еңбекақы мен жәрдемақыны уақытылы беріп тұрды. Екі 2022 жылғы қаңтар оқиғасы кезінде де банк өз жұмысын бір сәтке де тоқтатқан емес. Адамдар еңбек ақыларын, зейнетақыларын, жәрдемақыларын дер кезінде алып отырды. Тонаудан зардап шеккендер 1 миллион теңгеден көмек ақша алды. Халық банктың көмегін Жамбыл, Қостанай және қазіргі Абай облысы да толық көрді. Біз Арыстағы мектепті толық қалпына келтіріп қайта салдық. Қостанай облысындағы өрттен соң біздің акционер Халық қоры арқылы 1,5 миллиард теңгеге балабақша салды. Жаңа өзенде 2 балабақша салынады. Оған қоса Халық қоры арқылы жаңа өзен ауылдарына ауаны тұзсыздандыру құрылғыларын қоямыз. Яғни биыл 4 ауыл бағдарламасы жүзеге асады. Аяла қорымен бірлескен үлкен бағдарлама жоспарланған. Яғни балаларға, жаңа туылған нәрестелерге арналған жиһаз жабдықтарды сатып алып ауруханаларға жеткіземіз. Биылғы жылы Аманат партиясымен бірлескен үлкен бағдарлама бар. Ол Халық банк 100% қаржыландыратын, ауылдық жерлерде тұрғындарды қаржы саласында сауаттандыратын, барлығы 86 мың адам қамтылған қарызсыз қоғам, общество без долгов бағдарламасы. Которые пройдут обучение Қарызсыз қоғамы, общество без долгов. Это в
целом первые такие смелые шаги. Бұл негізінен елді жаппай қаржы саласында сауаттандыруға арналған алғашқы қадам. 2 мамырда басталған бұл жоба ауыл тұрғындарының қаржы саласында сауатын ашу ниетімен 5 күн оқытылады. Қазірдің өзінде Қазақстан бойынша 32 мыңнан аса адам қамтылды. Бұл 8 аймақ. Бізге оқуға келетін адамдардың 70-80%-ында несие бар. Кейбіреулерінің басында 18, 20, 26 несиеден бар. Ең басты қуантатын нәрсе еліміздің ең ірі банкі Халық банк халықтың қарызға өмір сүрмеуін қалайды. Халық банкінің күн тәртібінде қайырымдылық істерін жасау ондаған жылдан бері жалғасып келеді. 100 жылдық мерейтойы жылында 100 игі іс шарасын өткізуі кездейсоқ емес. Ол балалар спортын қолдайтын халық лигасы жобасымен басталды. Халық банкі бүкіл ел бойынша жер-жерге экология десантын түсіріп, қалалар мен елді мекендерді көгалдандыруда. Астана мен Алматы қалаларында тұрғын үйлерге тегін газ жүргізуде. Соғыс және еңбек ардагерлеріне қамқорлық көрсетуде. Бірінші болу батылдық марафонын қолдады. Алматыда Азия дауысы музыкалық фестивалін жаңғыртты. Көп балалы отбасыларына көмектесіп, Ақтөбе, Алматы, Семей және Ақтау қалаларында жаз әуені сүйікті қаламда атты кештер ұйымдастырды. Балаларға алаңдар мен спорт алаңдарын сыйлап, инфотаксилер сатып алынып, көп балалы отбасылар мен жалғыз басты қарияларға сыйлықтар тарту етуде. Биылғы 100 жылды қазақстандықтар есінде 100 игі іс атты қайырымдылық іс шараларымен қалса деген ниет бар. Кез келген қаржы институты, оның ішінде Халық банкі де бар. Бұл тура мағынасындағы капитал ғана емес, соған қоса адам капиталы. Халық банкінде әр қызметкерді өте бағалайды, тәлімгерлікті дамытып, ұрпақ сабақтастығын қолдауда. Бүгінгі күні банкте 18 бен 77 жас аралығында 15 мың адам қызмет етеді. Олардың ішінде 300-і отбасылы. Біз екеуміз бір жерде жұмыс істеп қана қоймай, қызметте әр саланы меңгердік. Бір жаңа нәрсені білсек, бір-бірімізге түсіндіреміз. Бұл біз үшін өте жақсы. Қалай айтсам екен, бізде отбасылық біліктілікті арттыру бар дер едім. Банкте ұрпақ жалғастығы да бар. Нұргүл Байдолатова Халық банкте 37 жыл еңбек етуде. Өзінің балалары Ернар мен Алижанды банк ұлдары дейді. Себебі олар осы жерде өсіп, осында жұмыс істеуге келген. Мен қаржы блогындамын. Ернар бөлшек блокта, ал Әлімжан IT блокта. Тек қызметтеріміз сәйкес келмесе бола береді. Өмірімнің жартысынан астамын өзімнің Халық банкіме бердім. Және оған мен мақтанамын. Сол сияқты ұлдарымның осы жерде жұмыс істейтінінде мақтан тұтамын. Мен үшін Халық әрқашан нөмірі 1 банк. Бибігүл Рысмендиеваның банкте жұмыс дегеніне 40 жыл болыпты. Қызы Гүлжан да ана жолын таңдаған. Халық банк бұл менің жалғыз жұмыс орным. 20 жасымнан осы жерде жұмыс істеп келемін. Тұрақты бір жерде істеу адамға өзіне деген сенімділік береді. Өйткені кәсіби мамансың, жаңашылдығын тағы бар. Біздің Халық банкінде тәртіп, нақтылық, жауапкершілік бар. Сондықтан өзіңді қауіпсіз сезінесің. Меніңше, Халық банкі өз тәжірибесімен, жетістігімен, проблемаларымен, уақытпен сыналған, және оның командасы өте мықты. Біздің ішімізде сабақтастық жақсы дамыған. Жас маман жұмысқа келгенде бізде міндетті түрде тәлімгер оны қамқорлыққа алады, іске үйретеді. Соңғы 2 жылда банк қызметкерлеріне акционерлер дивидендінен бонустар төлеу туралы жаңа бағдарлама енгізілді.
2 года назад наш основной акционер Біздің негізгі акционеріміз Almex тобы және Тимур Асқарұлы Құлыбаев пен Динара Нұрсұлтанқызы өз дивидендтерінің бір бөлігін арнайы сыйақы төлеу үшін менеджментке аударуды ұйғарды. часть своих дивидендов передавать менеджменту на выплату специального поощрения. Причем Бұл сыйақыны банктың барлық қызметкерлері алды. получили все работники банка. Халық банкінің 100 жылдығы бұл бір ғана қаржы институтының мерейтойы емес. Қазақстандағы барлық банк жүйесінің тойы. Қазіргі таңда ТМД мен Орталық Азиядағы халықаралық рейтингі ең жоғары банк бұл Халық банкі. Қазақстанда халықтың 3/2-сінен астамы, еліміздегі ірі компаниялардың 80% осы Халық банк клиенті болып табылады. Бірақ жеткен жетістікке тоқмейілсуге Халық банк үйренбеген. Банк өзгереді, өседі. Банк қаржылай тұрақтылықты сақтай отырып, цифрландыру, экожүйені құру, банктік емес өнімдерді жетілдіруге қарай қарқынды өзгеруде. Біз үлкен тарихы бар институтпыз. Біз өз мәртебемізді сақтаймыз. Біз жақын жердеміз. Біз әрқашанда клиенттермен біргеміз. Біз халықпен біргеміз. Біз елмен біргеміз. Таңдаған жолдың дұрыстығына сену. Менеджменттің кәсіби сауаттылығына сену. Халық банк қызметін мемлекет жіті бақылауда ұстайды дегенге сену. Міне осының барлығы халыққа белгілі біздің жетістігіміз дейміз. Сол себепті де адамдар артық ақшасын Халық банкте сақтауға ұмтылады. Людей, вкладчиков, наших клиентов подвигают на то, чтобы хранить деньги в сберегательной кассе, то есть в Народном банке. Қоғам мен мемлекеттің сенімі ғасырлық белесінен өткен Халық банкіне өз дәстүрі мен таңдаған жолынан таймай. Әрқашанда болашағын халықпен бірге құрып, халыққа қызмет етуіне мүмкіндік береді. Далам жаса, елім ғаламат, саған қызмет барыз. Бізден азамат, халық қандай жайсан, бірлік жарасқан, бейбіт өмір сүрет, 100 жылдан асқан. От изумрудных гор, истинных широт, до рек, озер, лесов, северных красот, мы все один народ, открытый и честный, живем большой семьей, в которой все равны. Біз бәріміз халық, бізбен бірге байлық, бізбен бірге достық, арман сенім қостық, мы все один народ, мы все плечом к плечу, и сделав шаг вперед, мы сможем 1000. Бір халық, жас халық, бізбен бірге достық, арман сенім қостық. Бір халық, жас халық, бізбен бірге достық, арман сенім қостық. Біздің халық рухты, әні де
все